ардақты күмістен салмақты мына бүгінгі тойымызға жиылған Алланың ырыздығы бұйырған, шеттеріңізден ақтоңгыл, шеттеріңізден мейірбан, той десе асылып тасладың, қазағымыздың ұрпағын бүгін тектілікті шығарамын, қара сөзін шығарып жоталарын, ағайын мені қолдап отырыңыздар. Әу деген әр сөзден ана қылып құрметпен бүгінгі ағайынның басын жиып, осы асқан таудай әкемен ақжаулықты анамызға той жасап отырған Мұқашевтар әулетіндегі ұл қыздары ағайындар бүгінгі тойға себепші Жәнібек ағамыз бен Ақлима анамыздың алтын тойына қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын, қадамдарыңыз сауаптан болсын. Осындай жасқа жетпегендер осындай алтын тойға жетіңіздер. Қол ұстасып, жұпталып, бүгінгі тойымыздың төрін төбе көрсетіп толтырып отырған ағайынды ортаға шақырамыз. Ағайын келіңіздер, бүгін ортаға той иелерін қарсы алайық. Ауылға 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария орнынан тұрып сәлемін алған дейді. Кәнекей, мына жерде біздің Жәнібек ағамыздың анамыздың үйленгеннен кейін көзін ашып бірінші көрген қуанышы бұл Жанар деген апайымыз бар екен, қызы. Қыз деген нәзік жан ғой жаратылған, қыз дегенде дүние даратылған деп көздеген қимашасын жасырып, өзге әулетке келін қылып аттандырған Жанар да бүгін жалғыз емес, жанында Амангелді деген күйеу баласы бар екен. Сондықтан Жанар Амангелді Шариповтар әулетін ортаға қосып, қошеметпен қарсы алайық. Кәнекей, Шариповтар әулеті қайда? Қос. Жұмарттың отбасын ортаға қосып қошеметпен қарсы аламыз. Сәнім келсін сәкенім, әнім келсін күләшкім, туысқандар-ай, құтты болсын тойлар, сәтті өтсін тойлар. Жардан сүйіп отырған Мараттай күйеу баламен ортаға қосып қошемет. Кәнекей, Ескеновтар әулеті ортаға келсін. Қошемет қайда, қошемет? Құрмет қонақтар, қазақ салт дәстүрімен ұлды ұяға, қызды қияға деп осы бүгінгі тойға себепші Жәнібек ағамыз бен Ақлима анамыз ұл қыздарын қияға, ұяға қондырып, төбесін көкке тиіп, міне бүгін балаларының қызығын көріп жатқан жайы бар. Дұрыс па? Және Жанар, Марал, Жомарт, Ажар, міне әке аналарымыздың мерейлі алтын тойы құтты болсын. Тұғырлары елімізде мықты болсын. Бұл кісілер ерен еңбегінің арқасында тынбай түнде, ұйықтамай түндегісін 4 бөліп ақ сүтін беріп, міне сіздерді осы күнге жеткізіп, өздеріңізді бір-бір әулет отбасының иелері атанып отырсыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Мынау кішкентай балапандардың Алла ғұмырмен беріп, осылардың тойына сіздерді ата әжеміз сияқты жететін болыңыздар. Ал құрметті қонақтар, осы байлығымен, осы барымен, осылардың қорғаны, орманы кім десеңіздер, әрине Жәнібек атамыз бен Ақлима анамызды немерелермен ортаға шақырайық. Дұрыс па? Алдарыңызда әдемі қазақ салт дәстүрін насихаттап жүрген, қазақ нақышында киінген қаракөз қыздарымыздың өнерімен ортаға ата әжелерімізді шақырамыз. Болса қошеметтеп отырайық. Кәнекей. Атырып! Назарбаев келе жатқан деп олар. Алдарыңызда Жәнібек
жақсы. Әне бір шапалақ ұрмаймыз ба қайда? Әрине тамаша болады. Енді апаға келетін болса, апа көңіл-күйіңіз қалай? Әрине жақсы. Тойдың жаманы болмайды ағайындар. Той көпшілікпен өтетін жиын. Бүгін сіздердің алтын тойларыңызға жақсы да бар. Алла сіздер ағайынсыздың қайнағаларыңыз әлі бар екен. Алла ғұмыр берсін ол кісілерге. Ендері сау болсын. Ал құрметті қонақтар, енді бір кішігірім осы тойға себепші жандарымызға 7 октябрьді қазақшасы қазан деймін. 7 қазанда дүниеге келген Жәнібек Бердібайұлы дүниеге келді. Тыңдап отырсыздар ма? Міне шапалақ ұру керек ондайда. Содан бұл әке ананың тәрбиесін алып, дұрыстады, ауылда ойнап күліп, балалық шағы ауылдағы ауылдас көрші ұлдарымен, балаларымен өтеді. 70-ші жылдары бұл ағамыз үйінен үй болам деп жүргенде әлі балыр әрнеге алып береді. 70-ші жылы әскерге барады ағамыз. 72-ші жылы әскерден оралып, мынандай әдемі Ақлима деген қызға көз салып, сөз салып, қол ұстасып, кішкентай ғана отбақ болады. Шаңырақ көтереді. Сол шаңырақта жаңағы біздің ордаға салтанатты түрде алған Жанар, Марал, Жомар, Ажардай ұл қыздарында дүниеге әкеледі. Кім әкеледі? Әрине, мынау апамыз әкеледі. Сондықтан бұл апамызға қандай атақ береміз? Батыр ана деген атақ береміз ағайындар. Болса қошеметтеп қояды. Ал жақсы көресіз. Бәрі жақсы болады. Бір болса қойықшы. Құрметті қонақтар, балаларды бөліп жармайды. Жүзге жетсіз, сіздердің жастарыңызды, жолдарыңызды берсін. Ал құрметті қонақтар, мен келінді ортаға шақырам, 4 келінді, 3 келінді кезеш, 3 келінді, 3 қызы, жоқ, 1 келінді бар екен, 3 қызы келді, 3 күйеу болғасы келсін. Келіңіздер, 3 күйеу болғасы. Әке шешем мен бір болса қошеметтеп тұрады, екінші әке шешесі тұрсын. Бар бетінен сүйіп аламыз. Қайнатаның бетінен сүйеміз, одан кейін маманың бетінен сүйеміз. Дайынсыздар ма? 2, 3, кеттік! Оппа! Үшеуі де бірге жақсы көреді екен. Олар бетінен сүйеміз. Апа да келейін. Апа, кішкене тілді байланып отыр. Осы тойдың басынан аяғына дейін мені дайындап, кешегі дейін үйден қайтып бүгіндері келіп, мама немен апарайын, мама демен айтпайды, сіз деп айтасыз. Жоқ, кішкене балам мама папа деп айтасыз. Сол бала десең. Сол баланы сосын жақсы көріп қояды. Құдайым деп, енді бәрін айтып жатыр ғой, екінші алтын тойға тағы келе беріңдер. Сол айтқандарыңыз куә болсын бәрімізге. Аумин. Келгендеріңізге рахмет деп айтыңыз ба? Ал егер келдіңіздер, ана қарама-қарсы атаға қойып жүріңіздер. Балалы мен сені меккеге апарамын. Ана шапалақ қайда? Еңбекпен нанды тапқан үшін
сондықтан мен осыға бата беретін атамызды да шақырып алайын. Кім еді атамыздың аты? 90-ға келген. Алла ғұмыр берсін. Атам ауырмасын. 90-да қыс болсай ма? Соңай 89-да қыс деп өтсіп тұрды. Ал атам, бір жақсы атамыз беріңіз. Батамыз бен ойымыздың ақшылығын ашты. Бүгінгі күні Алланың ізімен өздерінің бүгінгі Алла Тағаланың қуаныштарына арқасын барлығын жинап отырмыз. Екеуінің өмірі ұзақпасын, ауыл тұрғынын тәттірсін, ойлаған ойларына деген мұраттарына жетсін. Алла Тағала менің жасымды беріп, тоқтамға толып, одан әрі асуға жатсын. Алла Тағала өздерінің туған туысқандарын, немерелерін, жиендерін, барлығын қытырын көрсін. Бұл денсаулықтары зор болсын, Алла Тағала. Ол деген Аллахтардың қызықтар, бағарда қызық бола берсін, қызықтар қызық бола берсін. Жәнібекпен мінекей, Ақлиманың бүгінгі күні 20 жылдың мәрісін тойлап отырмыз, тойдан тойға өте берсін. Денсаулықтарын Алла Тағала жоғары болсын. Алла ойлаған ойларыңа деген ойларыңа жетіңдер, деген дегендеріңе жетіңдер. Мына жерден немерелерің, жиендерің барлық көз бет болып, сіздердің қызықтарыңызды көрсін. Әлі сіздерді әрі қарай алғастырып, тәрбиелі ойласын. Сол Алла Тағала осы тасты тағы да 70-ті тойладың, енді 60 тойды ойласын. Аллаху акбар. Elhamdülillah. Берекесіңіз ата, жасыңызға жас болсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Ақшасын берейін деп жатыр ата. Атақысын берейін деп айтып. Қанша Нұрсұлтан қонасының шаңырағынан қос емес, асадамның арқауы дастархандағы дәм қыздан алып отырыңыздар. Жақсыдан ешкімді ренжітпеуге тырысуымыз керек екенбіз. Сонда ғана біздің Аллах Тағала жолымызды ашып, дегенімізге жетеміз десек, сондықтан мына бүгінгі тойымыздың басталмай жатып, шапалағын аямай соғып отырған біздің Айман апайымызға орамал тон болмай, орамал жол болады дейді. Аргентина, Қазақстан ойнаса қол болады дейді. Бүгінгі тойымызды басталмай жатып, шапалағын аямай отырған Айман апайымызға орамал! Ол араларыңызда отыр, ол кісінің өзімде танымайын, бірақ осы ресторанға сағат 2-де деді ма, 2-де 5 минут өткенде кіріп келген Гүлден деген қонағымызды ортаға шақырамыз. Гүлден апай қайдасыз? Гүлден апай ортаға келіп келсін. Осы кісі бірінші келді. Рахмет Гүлден апай. Ерте келіп қалудың себебі неде? Себеп. Мен сағатты ерте жинап. Тоқтай тұрмысыз? Ерте жинап жатырмын. Жоқ, ауылдан келдіңіз ба? Может, ауылдан? Қандай ауылдан? Горныйдан келдім. Горный ауылдан? Жаман түс жатыр ма? Жаман сұқ па? Оны білмейді екен. Ал мынау сізге бірінші келген қонаққа деп арнайы жастық жайдап қойыпты. Бастарыңыз ағам бар ма? Осы бір жастыққа қартая берсін. Атамның жолы берсін. Ағаларым бар. Балам да бар. Болды. Ағалар мен апалар және
құдай қосқан құдалар, қош келдіңіздер. Той құтты болсын, алып жей отырыңыздар. Мынау Красноярдан келіп отырған атамыз бар мына жерде. Ассалаумағалейкум. Жүздеріңіз осылай жарқын күліп жаза берсін сіздерді Алла тағала. Үшінші жасаған қайда? Бесінші қайда келдіңіздер? Көкшетау күндері басып, анамыздың партас келдері, танысып құтты болсын. Ойынның қатысы орай. Жеңге, Қарағандыдан келген қонақтарымыздар. Құрметті қонақтар, мен сіздерге тағы бір хабарландыру. Мына жерде кәне еще. Құдағи үш кісі келіп отыр Петропавлдан. Ақтөбеден бар ма? Ақтөбеден. Түркістан облысы Бәйдібек ауданынан келдім. Киелі Түркістаннан келіп отырған ханымға бір қосақ қошеметтеп қояйық кәнекей. Қасиетті тарихы терең Түркістан шаһарынан келіп отырған апайымыз қош келдіңіз. Ал сіз Алматыдан келіп отырған апайымызға да бір шапалақ ұрып берсеңіздер ағайындар. Көре алмаған адам сияқты емес. Және сіз қайда келдіңіз? Сондықтан Москвадан келіп отырған гүлдерді ортаға қосақ қошеметпен билеп шығу сұраймыз кәнекей. Пуля! Как пуля! Динара! Ханымды ортаға. Бір нәрселер естіп жатамыз кейде. Тыныштық бар? Қазақша жазбаймыз дейді, да? Иә. Путиндер жүр ма, нормально жұмыс істеп жүр ма? Ал жақсы, міне Динара ханымға бүгінгі той иелерінің атынан астау ағайындар болса қошеметтеп отырайық. Ең алыстан келген қонағымыз